Құрметті халайық, ардақты ағайын. Бүгін сіздерге осы видео үндеу арқылы жағымды жаңалығымызды, сүйінші хабарымызды жеткізудің сәті келіп тұр. Өздеріңізге белгілі, халқымыз үшін жылқы жануарының орны бөлек. Түбіміз түркі, түлегіміз жылқы дейтін қазақ атамыз тұлпарды ерекше қадірлеген. Қазақ даласында, нақты айтқанда ежелгі Ботай қонысында жылқының қолға үйретілгені археологиялық қазбалар арқылы дәлелденді. Бүгінгі дүние жүзі Алаш баласын арғымақты алғаш ерттеген ел деп таниды. Осы ретте сол көшпенді бабаларымыздың заңды мұрагері ретінде ат спорты мен ат туризмінің заманға сай жаңғырту мақсатында жаңа жобаны қолға алдық. Өздеріңіз білесіздер, бүгінде әлем елдері ат жарысын түр-түрін өткізеді. ақш-та, Еуропада, басқа да мемлекеттерде қысқа және ұзақ қашықтыққа арналған бәйгелер көп. Бірақ сол жарыстардың ішінде ең ұзақ деген қашықтық 160 шақырымнан аспайды екен. Біз соның барлығын саралай келе, қашықтығы 1200 шақырымнан асатын ұлы дала жорға атты аламан жарыс марафон бәйге ұйымдастыруды қолға алып отырмыз. Бұл Қазақстанда бұрын соңды болмаған, тіпті әлемде теңдесі жоқ марафон бәйге деуге де болады деп ойлаймын. Сондай-ақ, бұл аламан жай ғана ат жарысы емес, қазақ халқының салт дәстүрін жаңғыртатын, рухын оятатын, Қазақстанның бай табиғаты мен тарихын зерделейтін жаңа туристік маршруттарды қалыптастыратын тың жоба болмақ. Марафон бәйгінің бағытын таңдауда көп ойландық. Бұл егемен еліміздің тарихындағы ең ұзақ қашықтықтағы аламан болғандықтан, ол еңселі елордамыздан бастау алып, киелі Түркістан шаһарына қарай аттанғанын жөн көрдік. Марафоншылар мәреге 12 күн ішінде атпен жетуі тиіс. Осындай ұзақ жолға мойымаған шын мықтылар қомақты жүлдемен марапатталады. Марафон бәйгеге әр өңірден бір команда шақырамыз. 5 шабандоздан құралған командалардың әрқайсысы өз аймағының намысын қорғауы тиіс. Жарысқа қатысу үшін қазанат.com сайтында өтінім қалдыруларыңызды сұраймыз. Аламанның толық шарттары мен ережесі осы сайтта көрсетілген. Іріктеуден өткен 20 команда 18 қыркүйекте Нұр-Сұлтан қаласынан ұлы дала жорығына аттанады. Бұл бәйге болашақта өзіміздің ат үстіндегі дәстүрлі Париж-Дакарымыз, Тур-де-Франс сияқты үлкен жоба болады деп мен сенемін. Жігіттеріміз жігерін сынайтын, қазанатымыз қажыр күшін көрсететін марафон бәйгеге барлығыңызды жанкүйер болуға шақырамын.